бірінші күніміз, достар. Сабақ қызықты болады деп үміттенем. Зейініміз ашылсын. Аллахым хайырлы білім берсін. Әмин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Балалар, ең алдымен біз танысып алайық, жарай ма? Менің есімім Али. Атымды көкем қойған. Жарық, сәуле және нұра деген мағынаны білдіреді. Менің есімім Амыр. Бауырымның аты Азиз. Біз кішкентайымыздан білім алғымыз келеді. Менің есімім Алихан. Мен Алидің бауырымын. Сізді көргеніме қуаныштымын, ұстаз. Жарайсыңдар, балалар. Бүгін біз дін жайында, ислам жайында сабақ өтетін боламыз. Ислам дегенімізде бір Аллаға сенуге, Мұхаммед пайғамбарды соңғы елші деп мойындауға негізделген дін. Али, сен білесің бе, Алланың қанша көркем есімдері барын? Алланың 99 көркем есімі бар. Мен оларды қазақша мағыналарымен жаттап алғанмын. Ұстаз, Раббыңа байланған өмір дегеніміз не? Раббыңа байланған өмір, нағыз өмір, нағыз бақыт. Ештеңеге жетпейтін тәтті дәм. Ол тәтті ләззаттың дәмін татсаң, ешқашан жоғалтып алғың келмейді. Ал жоғалтсаң, одан артық байлық, ризық жоқ екенін түсінесің. Сабақ қызықты өтті. Солай емес пе, достарым?